Жақында бір сөз естім, бір дін маманынан. Ол кісі айтады, тұрмыстық мынау қазіргі техника, инновация, даму бұл өмірдің үлкен бір ауқымды бір бөлігі. Ал дін деген кішкентай бір соның бір бөлігі дейді. Ислам осылайша бір адамдардың түсінігінде қалыптасады екен. Ол кісінің айтқан дәлелі былай екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде құрма бұтағын қиып жатқан кісілерді көріп қалады. Сөйтіп, бұны неге қиып жатсыздар деп таңырқап сұрағанда, әлгі кісілер пайғамбарымыз осыны ұнатпады-ау, қимау керек-ау деп, сол қалған құрманы қимай қоя салады. Келесі жылы көктемде қиылған құрма ағаштары жеміс береді де, қиылмағаны жеміссіз қалады. Соны пайғамбарымызға келіп айтады, сіз өткенде осы жерден өтіп бара жатқанда неге қиып жатсыңдар дегесін, біз қимай қойып едік. Соның әсерінен бе мына құрма ағаштардың біразы жеміс бермей қалды дейді. Сонда пайғамбарымыз, сіздер өз істеріңізде маман емессіздер ме? Мен мұны жай сауал етіп қойдым ғой дейді. Осы бір сөзді кейбіреулер ойлайды, мені көрдің ба дейді. Техника, инновация, даму деген ол мәңгі бақи бір үлкен нәрсе, адамға қажет нәрсе. Ал дін дегеніміз бұл өзіне керек уақытында ғана керек дейді. Қалған уақытта тіпті пайғамбардың өзі де шетте тұра салады дейді. Біз осы ұғымды басқа жағынан тексеріп көрейікші. Діни тұрғыдан айтпай-ақ қояйын, ақли тұрғыдан айтайықшы. Техника, қазіргі дамып жатқан ғылым, білім нені зерттейді? Айтыңыздаршы, нені зерттейді? Мақсаты не? Зерттейтіні топырақ, су, темір, ағаш, басқа да материалдар. Ал мақсаты адамның өмірін қолайлы ету. Дұрыс па? Осымен бүкіл технологияның шекарасы тәмам болды. Бітті. Яғни бір адам, енді мысалы қазір аузын толтырып, қазір техника деген ондай, мыны маман, міне мынандай жаңалық, бүкіл аузын толтырып айтсын. Бірақ осы сөзбен айтамыз. Адамның ішкенін, жегенін оңай жеңіл ету үшін істелінген заттар. Бітті. Енді ойлаңыз, сіз сонда тамақ үшін дүниеге келдіңіз ба? Тамақ үшін өмір сүресіз бе? Тіпті қарапайым халықта мағына бар емес па сөзінде? Былай деп айтады, мен дейді, мен тамақ үшін ғана жұмыс істеймін дейді. Ал біреулер айтады, мен соның керісіншесі дейді. Яғни жұмыс істеу үшін тамақ жеймін дейді. Екеуінің айырмашылығын айтып кетеді. Ол есікке емес, мен манағы есікке кіргім келеді. Ислам ше, ислам нені зерттейді және мақсаты не? Исламның зерттейтін орны адамның руханияты мен жүріс-тұрыс тіршілігі. Ал мақсаты адамды неге келді бұл өмірге? Қайда барады деген сауалға жауап беріңіздер. Бұл өмірге неге келді? Және қайда барадынан үлкен сауал жоқ шығар, бауырлар. Оған сіздің зерттеген компьютеріңізді, дамып жатқан ұшақтарыңыз менен бүкіл технологияңызда жауап бере алмайды. Мұның барлығы жай ғана адамның қолайлылығын, осы өмірде рахат болып жүрсе екен деген бір нәрсені ғана көздейді, бауырлар. Дін оны зерттемей қалмайды. Дін соның ішінде, сол технологияның ішінде, сол технология адалдан болса, адалға жұмсалса, адамның жақсылығына болып, адамның зияндығына болмаса деп, тіпті сол технологияның үстінен үкімдарлық етеді, бауырлар. Осы бір нүктеден біз қазіргі өзіміздің керекті тақырыбымызға келейік, бауырлар.
Мұның барлығы неге айтып жатыр? Біз дінімізді түсінбей, дініміздің шекарасын, кеңдігін, тереңдігін ұғынбай тұрып, көп қателіктерге барып жатырмыз. Сол үлкен қателіктердің бірі бүкіл әлемнің барлығына кәдімгідей ұстаз болудың орнына ислам діні көп адамдардың қолшоқпарына айналып кетіп жатыр. Себебі мұсылмандар, бауырлар, сауатсыз болғаннан кейін, өзінің дінін ұқпағаннан кейін не деген орасан қателіктерге барды. Сол қателіктердің жан күйзелтерлі ең ауыр қателігінің бірі жихад ұғымын түсінбеу. Сол жихад ұғымын түсінбегеннің салдарынан жұрттар исламнан қашуда. Қалай? Ойлайды. Мұсылман деген ол экстремизм, терроризм. Мешітке бармаңдар. Мешітке барсаңдар сені қызыңның басынан орамал тағып, сәусілдетіп, қап кигізіп қояды. Балаңның басына тақия кигізіп, сақал кигізіп қояды. Ескі заман 15-ші ғасырға өтіп кетесің. Бұл заманның дамуынан қалып кетесің. Мұсылмандар дамымай қалған. Мұсылмандарда ақыл жоқ. Мұрнынан қайда тартсаң, сонда кете беретін бір тірі жан біреу дейді. Осылайша сезінеді ислам дінін түсінбейтін халық. Өтірік демекші. Бауырлар, мұның себебі біздің өзіміздің дінімізді білгіміз келмейтіні және ұғынбайтынымыз, оны толық зерттемей, бірден қолшоқпар болып шауып кете беретініміз, бауырлар.